Салты толықтай тұрған ережелер. Салт негізінен қандай болуш керек деген мәселені ашықтап берсе, салт бойынша үйленгенде не қылыш керек? Мысалы, дағы бірдеме қылғанда не қылыш керек, салт бойынша қандай болуш керек дегенде, негізгі сұрауға қандай болуш керек деген сұрауға жауап беріп ереже болса, тыю деген ошол ережені толықтоо иретинде кейбір жағдайларда қандай болбош керек дегенде дагы баса белгилеп айтыш керек. Ошол тыюу. Анан ошол тыюулар мына негизинен турмуш жолуна багытталган мүнөзүнө таасир берчү адамдын өзүнө жеке. Экинчиси адепке жүрүм турумга багытталган, демек адамды мындай тартипке сала турган нерселер. Үчүнчүсү сыйрумат. Эми бул эми баягы аныктама катары түшүнүп алдык. Эми ар бир бизден мына бүгүнкү күндө пайдаланып аткан биз уккан четинен мен мындай деле тизмектеген жокмун, иреттеп тартип эмес, мындай эстеген боюнча бирден тизмектедик, ошолорду чечмелеп көрөлү. Эле мына слайд. Босуга да, улага да турба деп айтабыз, турбаш керек. Эмне болот турса? Эми чечмели. Мындай. Күлкүсү жок, эмне үчүн турбаш керек? Коопсуздук? Жолтоо болот. Эми жолтоо болбой кирип баратса жылып коюп өткөрүп койсо болот. Коопсуздук, эмне коопсуздук?